сезініп, память нормальный, ұйқы нормальный, немереңмен бірге там гулять етіп, тауға шығып деген сияқты велосипед теуіп. Сондай состоянияға келуге болады. Кәрілік деген нәрсені егер микро-макро элементтермен дұрыс қолданып отырсаңыздар, онда бұрын неге долгожительдер бар ғой, көп өмір сүретін адамдар көп болған? Өйткені тамақ дұрыс болған. Понимаете? Біз жәнегі айтып отырған, біз тамақтарды, микроэлементтерді, жәнегі 18 ана бәрі біледі ғой, постклетки, 16 там аминақышқыл, это минералдарды, которые ошелачивать организм. Таңертең ана суға кішкене тұз қосып, жылы суға тұз қосып ішіңіздер. Асқазан бәрін тазартып күшті. Это минералы. Вы знаете, что натрий это минералы? Минералы, они ошелачивают организм. Және щелочная средаға келеді. А в щелочной среде паразиты, вирусы не выживают. Одан кейін жәнегі ферменттер, аминақышқылдар, витаминдер, минералдар, және бәрі толық, незаменимый жирные кислоты. Оны біз тамақ арқылы алуымыз керекпіз. Ал қазіргі тамақтардың бәрін пайдасы қандай? Бәрін жамандамайын, бірақ пісірған тамақтарыңыз, магазиннен алып жатқан тамақтарыңыз қандай? Құны жоқ, құнарлығы жоқ ондай. Өзіңіз байқайсыздар ма, кішкене тамақ ішсеңіздер, іштеріңіз осылай созылып, прямо анау неудовлетворенность барып, ұйқысы келіп адамдар сондай состоянияға келді. Өйткені сапасы желает лучшего. Согласны со мной? Да? Дәрі-дәрмектер, запомните, дәрі-дәрмектер это временный эффект сіздерге. Ол көмек керек кезінде экстренный случайда, там, например, обезболивающий, там, қатты ауырып тұрған жерлеріңізді басып, бірақ ол ауру қайталана береді, ауру кетпейді сіздерде. Состояние кетпейді, мына қаншама нетсеңіздерде, массаж или бірнеке жасаңыздарда. Ал мына протокол клеткаларды қалпына келтіріп, оған қоректік заттардың бәрін беріп жұмыс істесе, сонда долголетие, үлкен болашаққа жұмыс жасайсыздар да. Сондан кейін айтып отырмын ғой, біздің протокол бірдің ең үлкен мақсаты сіздің организмдегі 63 триллион клеткаңызды қалпына келтіріп жұмыс істеткізу. Чтобы он долго вам прослужил, чтобы жақсы көп өмір сүріп берсін деп отырмын ғой. Сол кезде онда мына аурулар, ваше состояние, как следствие, потихоньку начинают сами уходить. Это біздің протокол туралы айтып отырмын да. Так, сұрақтар келді ме? Сұрақ келген екен, Ямайка дейді, гепатит Б и С квотамен индийский препаратпен заморозить етіп қойған, өз алдына ем жасап оятпа деді дейді. То есть заморозили, если басқа істесен... Да, я понял. Енді гепатит Б, С, Д болсын, циррозы печень, диффузное изменение печени. Моя кандидатская диссертация мен кезінде